Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге маклюбе тағамының рецептімен бөлісемін. Түріктердің тағамы көпшілігінің жүрегінен жаулап, көңілінен шыққан болатын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ең алдымен видеоны соңына дейін көріп, подписация батырмасын басып кетіңіз. Ең алдымен етті кесектеп турап шығамыз. Пиязды видеодағыдай етіп дөңгелектеп тураймыз. Көкөністерді жұқа емес, қалың емес етіп тураймыз. Сәбізді, картопты тураймыз. Енді кезекте қызып тұрған майда сәбізді, картопты екі жағын аудара отырып қуырып аламыз. Табамызға кішкене май құйып, күрішті қуырамыз. Үстіне тұз салуды ұмытпаңыздар. 10 минуттай қуырамыз. Су құймаймыз. Содан кейін етімізді қуырамыз. Үстіне қара бұрыш, қызыл бұрыш, тұз қосып, үстіне су құйып, бұқтырып пісіріп аламыз. Енді барлығын жинаймыз. Қазанымызға ең бірінші пиязды, содан кейін піскен етті, сәбізді, картопты саламыз. Үстіне қуырылған күрішті салып, қасықтың көмегімен басамыз. Піскенде шашылып кетпес үшін. Үстіне қайнап тұрған суды құямыз.
күріштің бетінен асырып құямыз. Қазандағы су қайнаған кезде тұзын көрсеңіздер болады. Қақпағын жауып, баяу отта пісіріп аламыз. Піскен маклюбені легенге қазанмен төңкересіздер. Менде видеода түсірілмей қалды. Және де қасына айранды, қаламыңызға қарай салаттарды қойсаңыздар болады. Сіздермен болған ардақ. Видео пайдалы болса, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаңыз.